Мына әпке қарындастарым айтар едім, дастархан басында ешқашан күйеуіңізге қарап, бала шағаның алдында сөйлемеңіз. Сөйлемеңіз олай. Өйткені бұл Асқартау, бұл еркек қой. Ана соған ұқсағысы келіп отқан бала, қатынынан сөз естіп отқан еркекке одан кейін ұқсағысы келмей қалады да. Жүреді да одан кейін жаңа көшеде анаған бір ұқсағысы келіп, мынаған бір ұқсағысы келіп, үйдегіге ұқсайын десе, ол қатынынан сөз естіп отыр да. Ал әйелдерге осыдан не зардап келеді, білесіз бе? Кейін өскен кезінде бала әйелді тыңдамайды ер адам. Сол кезде әкесімен қорқыта алмай қаласыз. Өйткені сіз оның әкесін әбден төмендетіп, жамандап төмен қылып жібергенсіз да. Ей, әкең айтам деген кезінде, қоя салыңызшы дейді да ол кісіні. Кім ол дейді да. Өйткені сіз қарсы сөйлеп, әбден әкесін жаңағы не дейді, абыройсыз қылып жібергенсіз да. Сол үшін әпке қарындастар, күйеулеріңізді құрметтеңіздер. Жеке шаруаларыңызды өздеріңіздің бөлмелеріңізде шешіп алыңыздар.